Сәлеметсіздер ме, балалар? Ана тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әліпби. Сабағымызды бастамас бұрын келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Сөз неден құралады? Сөз дыбыстан құралады. Дыбыстарды не істейміз? Дыбыстарды айтамыз, естиміз. Сөздегі буын санын қалай анықтаймыз? Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Тасымал дегеніміз не? Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Тасымалданбаған бөлігінен соң дефис, яғни сызықша қойылады. Қандай сөздер тасымалданбайды? Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Балалар, енді оқулығымыздың 44-ші бетіндегі бірінші жаттығуға назарымызды аударайық. Бүгін біз сендермен Ермек Өтетілеуұлының шығармасымен танысамыз. Ол кісі ақын әрі жазушы. Сендердей балаларға арнап көптеген шығармалар жазды. Барлығымыз өлеңге саусағымызды қояйық. Өлеңді түсініп оқы дейді. Әліпби. Әліпбиді біліңдер. Онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында А командир тұрады. Басқалары қасында әріп сапын құрады. Ермек Өтетілеуұлы. Балалар, өздерің бұл өлеңді іштей мәнерлеп оқып шығыңдар. Әліпби деген не? Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Әліпбиде әріптің аты аталып, орын реті белгіленеді. Енді балалар, назарымызды жұмыс дәптеріне аударайық. 31-ші бетінде бізге көркем жазуға Ф әріпі берілген. Ф қандай дыбыс? Жақсы, балалар. Қаламдарыңды алып, видеоны тоқтатып, Ф әріпін көркем жазып шығыңдар. Жазып болсақ, балалар, оқулығымыздағы 45-ші беттегі екінші жаттығуға аударайық. Әріптерді оқы дейді. Ал менімен бірге оқимыз. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О, Ү, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, айыру белгісі, жіңішкелік белгісі, Ю, Я. Балалар, бұл әріптердің атауын жаттап алыңдар. Енді назарымызды оқулығымыздың 46-ші бетіндегі үшінші жаттығуында жұмыс дәптеріндегі 31-ші беттегі үшінші жаттығуға орындаймыз. Сөздерді тауып, оларды әліпби ретімен жаз дейді. Бізде қандай сөздер шықты? Жұлдызша, Айжан, балықшы, тауық, алтын, қасық. Ал видеоны тоқтатып, осы сөздерді әліпби ретімен жазып шығыңдар. Ал жазып болсақ, тексерейік. Айжан, алтын. Балалар, екеуі де А әрпінен басталып тұр. Бірақ біз Айжан деген сөз бірінші жаздық. Неге? Себебі екінші тұрған қысқа И Л әрпінен бірінші тұрады. Сондықтан Айжан бірінші жазылады. Алтын, балықшы, жұлдызша, қасық, тауық. Сендер дұрыс жаздыңдар деп ойлаймын. Келесі, балалар, дәптердегі соңғы тапсырмаға назарымызды аударайық. Қоянға әріптерді әліпби ретімен жинауға көмектес дейді. Ал видеоны тоқтатып, әріптерді ретімен жазып шығыңдар. Ал тексерейік. Сендер барлығын дұрыс жаздыңдар деп ойлаймын.
Балалар, осымен ана тілі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.